Қайырлы күн достар, бүгін біз осындай француз салатын жасайтын боламыз. Жасалу жолы өте қарапайым, дәмі өте дәмді болып шығады. Және де бұл салатқа сіздер қосымша кукуруз немесе картофель пай қоссаңыздар да болады, өте дәмді болып шығады. Қажетті заттар: қайнатылған қызылша, сәбіз шикі, капуста, қытырлақ, колбаса, қияр және майонез. Ең алдымен қиярымызды осындай ұзынша етіп кесіп аламыз. Барлық ингредиенттерді осындай ұзын қылып турау қажет. Тәрлігімізге саламыз. Енді капустамызды, яғни 40 қабатты тураймыз. Артынан колбасаны барлығын көлемін бірдей етіп турау қажет. Енді корей салатына арналған үккішпен сәбізімізді өткізіп аламыз. Артынан қызылшаны өткіземіз. Қытырлағымызды тәрлігімізге саламыз. Ортасына майонез салам. Сіздер қалауларыңызша қаласаңыздар, қаймақ салсаңыздар да болады. Енді қалауларыңызша укропты осылай майда етіп турап, майонездің үстіне салып қойсаңыздар болады. Міне осылайша оп-оңай тез біздің салатымыз дайын болды. Салатымыз өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен болған Ботафуд каналға міндетті түрде тіркеліп, лайк басып және пікір қалдырыңыздар. Ас болсын!